қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Ақша тартыс. Көкпар, күрес, тағы да алдаспақ, өте жақсы балалар. Бәйге, дұрыс, өте жақсы. Балалар, біз бүгін асық ату ойыны қанталапай ойынымен танысамыз. Қазақ халқы қоймалы көп өсіргендіктен асықты жілігіндегі асықты алып тазартып, кептіріп, немерелеріне, балаларына жинаған ойынды үлкендер де кішілер де ойнаған. Бірінші ойынды бастамас бұрын ойынның ережесімен таныстырып өтем балалар. Қосында не бар деп ойлайсыздар балалар? Асық бар. Иә, өте жақсы. Қосында асық бар. Асықтың жартысының 4 түрі болады балалар. Алшы, тайке, бүк және шік түрі болады. Ал енді балалар, осы асықтардың ішінде ерекше бір асық болады. Қандай түспен боялған балалар? Түспен боялған. Иә, бұл хан асығы деп аталынады. Қазір мен ортаға қосындағы барлық асықтарды шашамын. Талапай, талапай, ойын басталды. Алақай деп, сендер сол кезде қан талапай деп шашқан асықтарды жинап аласыңдар. Соның ішінен кімге осы қан асығы алса, сол ойынды бірінші бастайды. Ал балалар, онда ойынымыз. Талапай, ойын басталды. Алақай, қанекей? Қан талапай, жақсы, өте жақсы. Кім болады? Қан асығы кімге түсті? Нұртөреге түсті. Міне қан асығының ойынды бірінші болып Нұртөре бастайды. Ал сендер қанша асық жинадыңдар? Әмірде 4 асық бар екен. Алиханда да 5 асық бар. Мансұрда да 4 асық екен. Ғибратта да 5 асық бар екен. Ал қанекей балалар, онда ортаға асықтарды тігіп шығамыз. Балалар, ойынды бірінші болып Нұртөре бастайды. Өйткені онда қан асығы бар. Кән атап өтші Нұртөре. Ой, жарайсың Нұртөре. Дұрыс, өте жақсы. Ой, жарайсың. Мансұр да асық ұтып алды. Өте жақсы. Ой, жарайсың. Асық ұтып алды. Ала қоясың. Алихан ата алмай қалды, иә балалар? Алихан, қандай ұлттық аспаптарды білесің? Домбыра, тағы да? Қобыз, тағы да? Кім қанша асық ұтып алды? Сенде 2 дұрыс. Ғибратта 4 екен, Нұртөреде 3, Әмірде 3, Алиханда 2 екен. Сонымен бізде жеңімпаз кім балалар бүгін? Ғибрат жеңімпаз. Бүгінгі ойын сендерге ұнады ма балалар? Бүгінгі хан талапай асық ату ойыны сендерге ұнады ма? Иә. Ұнады. Енді тағы да ойнаймыз ойын.